Стоп, бұлай түсірмейміз біз. Сәлем, құрметті достар. Бүгінгі біздің саяхатымыз Алматы десе бірден еске түсетін, ол әрине Көктөбеге болмақ. Көктөбеге бару үшін ең алдымен қай жерден және қалай, неге міну керек деген сияқты сауалдарға жауап беріп өтейік. Ол үшін ең басына қарай шолу жасайық. Ең алдымен сіз Көктөбеге баруыңыз үшін Абай даңғылымен Достық көшесінің қиылысына келесіз. Келгеннен кейін жоғары қарай, яғни Көктөбеге қарай таксимен барсаңыз да болады. Жасыңыз нешеде? Таксимен барсаңыз шынымен де шығынға ұшырайсыз, бағасы қымбат Көктөбеге қарай. Ал автобуспен барсаңыз, менің білуімше 150 теңге бар болғаны. Ал енді қолыңызда оңай картасы болатын болса 80 теңге, студенттік карта болатын болса 40 теңге. Енді біз автобусқа да, жаңағы таксиге де отырмаймыз. Біздің бағымызға орай группаласымыздың жеке көлігі бар, сонымен барамыз. Кеттік. Шығады сенші, әлімді барып шырқап келейін, берші, мені эйфория құшағына, көп ұзамай қайтып келем мен өзіңнің құшағына. Осыдан бірдеңе шығады сенші, әлімді барып шырқап. Мен Мейрамбек, бауырымыздың, жүргізушіміздің мықты деген операторымын. Біз әрмен қарай видеомызды, саяхатымызды жалғастырамыз. Жүремін бүкіл жерді айнала, Дубай, Мәскеу. Әйтеуір маска болмай, бүйтіп Назеркенің бір киімін алып, киімді әйтеуір маска шығарып өттік кеттік. Қалықтап жүремін бүкіл жерді айнала, Дубай, Мәскеу, Лондон, Париж, Астанама қайғала, айғада жетем әлі салма бай бала, ұйқы қашып отырмын мен таң атқан жанға айтала. Айғада таң атқанша. Жалпы Көктөбеге шыңына, Көктөбенің ең басына шығып бара жатқан кез келген адам дәл мына жерге аялдамай жоғары қарай шықпайды. Жалпы Көктөбеге қанша рет келдім, бірақ дәл мына жерге не үшін тоқтап суретке түсетінін әлі түсінбеймін бар ғой. Мына жерде енді адам білмейтін жан жоқ шығар алматылықтардан. Бірақ көріп отқандай бір видео сұрамадық. Елақтап бәрі. Дәңгі. Міне біз діттеген жерімізге жеттік. Біз Көктөбенің ең биік шыңындамыз. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You love another psychopath sitting next to you. You love another murderer sitting next to you.
тағы да бір ең керемет жері бұл мынау артында тұрған Арқанды жол. Бүкіл туристі бар, Алматы тұрғындары бар, басқа адамдары бар, барлығы негізі осы Арқанды жол үшін Көктөбеге келеді. Біз де Арқанды жолға отырар едік, әрине, бірақ ақшамыз жетпейді. Қазір карантин, ешерде жұмыс істеп жатқан жоқпыз, сондықтан әрмен қарай аралайық. Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens, but no one seems to hear a thing? Джон, мен ұстаптап жарай ма? Әйтсе, аккордтар дұрыс емес ойнап жатқан жоқсың. Тыңдап ал кішкене құлағыңды, жарай ма? Тыңдап айт кішкене ән, сөзіңді ашып сөйле, аузыңды ашып айт, иә? Деген сияқты. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. You make me. Міне достар, Көктөбенің біраз жерлеріне шолу жасадық. Енді біз аралап жүреміз дегенше күнде батты, қараңғы болды. Кешкі салқында осындай бір демалып, әсем қала Алматыны үстінен көрем деп келмесеңіздер, негізі бір Көктөбедегі қызықтарды таңертең келіп тамашалаған дұрыс сияқты. Енді толық аралап болған сияқтымыз. Қайтайық. Міне құрметті көрермендер, біздің Көктөбеге деген саяхатымыз осымен өз мәресіне жетті. Барлығын жеке-жеке таныстырып шықпасақ та, әйтеуір керемет бір әсемдігін көрсете алдық деп ойлаймыз. Келесі сіздер үшін қай жерде түсірейік, қай жерге саяхаттайық, қай жерге шолу жасайық. Оның барлығын астына комментарийға жазып қойсаңыздар болады. Біз сол жерден қарап, сіздердің айтқан жерлеріңізге саяхаттайтын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.